Баршаңызға қайырлы күн. Кеспе көже жасағанда қамырларыңыз бір-біріне жабыспай, осылай тал-тал болып түскенін қаласаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа шағып, үстіне тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, орташа тығыздықта қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың езілмей түсуінің басты фишкасы қамырға су қоспай илегенімізде. Қамырымызды осылай жақсылап илеп болған соң, оның бетін жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан соң тағы да илеп, бетін жауып, 10 минутқа тағы да қалдырамыз. Енді қамырымызды алып жаятын боламыз. Қамырымызды дөңгелете отырып, оқтаумен қамырымыздың ортасына қарай жаямыз. Қамырымыз біраз созылып үлкейгеннен кейін оқтауға орап, жұқалатып жаятын боламыз. Құрметті менің көрермендерім, егер видео ұнап жатқан болса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің рецепттерімді бірінші болып көретін боласыз. Сіздердің әрбір лайк комментарийларыңыз маған шабыт сыйлайтын болады. Өте жұқа етіп жайып болған соң, мен видеода көрсеткендей етіп осылай кессеңіздер болады, немесе өз қалауларыңызша кесе берсеңіздер де болады. Мен осылай бәрін бірдей көлемде етіп кесіп алдым. Менен осылай 3 бөлік шықты. Және де оны тағы да 2 қабаттап кеспемді кесетін боламын. Осы жерде кеспені де өте жұқа майдалап кессеңіздер болады, немесе менікі сияқты кішкене ірілеу етіп кесіңіздер. Сонда қамырларыңыз сорпаның ішіне өте әдемі болып көрінеді. Алдын ала дайындалған сорпамызға салып, дайын болғанша қайнатамыз, және де дастарханға тартатын боламыз. Ас болсын.